Шим регулятор напряжения. Біздің жағдайда 400 ваттқа дейін постоянка, 40 вольтқа дейін 3 вольттан бастап подключениесі. Мына жерде power деген жерде плюс минус питание береміз, плюс минус келесі мотор, яғни нагрузка біздің жағдайымызда кулер болады 12 вольттық. Мысалы полностью өшіреміз, азайтамыз напряжениені 0,2 вольт көрсетіп тұр. Ақырындап қосамыз, кулердің айналымын байқаймыз. Қарасаңыз, ақырындап 4 вольттан аса кулер қозғала бастады. Ақырындап плавно көбейтеміз. Максимально 12 вольт болу керек. 11,9. Полностью жұмыс істеді. Азайтамыз. Напряжениені азайттық, кулер бәсеңдеді. Яғни бұны тағы да басқа моторларға, двигательдерге қолдансаңыз болады, светодиодтарға қолданса болады. 12 вольттық, 40 вольттық, мысалы автомобильный ақылы ожидениеде тұрған вентиляторларға қолданып отыр адамдар. 400 ваттқа дейін жұмыс жасайды. Реостат, шим регулятор напряжения, постоянка 40 вольтқа дейін. 10 амперлік предохранителі бар. Осындай түрде.